және тері күтімі бойынша подкаст тыңдап отырсыз. Бүгінгі біздің қызықты танымал тақырыптардың бірі Корей косметикалары. Неліктен Корея бьюти соншалықты танымал және 10 қадамдық тері күтіміне ақша жұмсауға тұрарлық па, және қайсы өнімдер жұмыс жасайды немесе жұмыс жасамайды? Егер сіз кореялық өнімдерді ең алғаш рет пайдаланып жатқан болсаңыз, бұл эпизод сөзсіз сіз үшін. Корей косметикасының сыры неде? Кореялықтар өздерінің тері күтіміне өте қатты қарайды және сүйекті оны қорғап жүреді. Олардың косметикасы көп қабатты принциптерден тұрады. Оларға пенка, гидрофильді маслалар, сарысулар ылғалдандыру жатады. Және олардың косметикасының ішінде табиғи ингредиенттер толы. Например, айтатын болсақ, улумусин, центелла, күріш суы және прополистер. Сіз 10 қадамдық тері күтімі жайлы естіген боларсыз. Олардың не қамтитыны туралы біз қазір айтатын боламыз. Ең алғашқында ол гидрофильді май. Гидрофильді май сіздің бетіңіздегі макияж бен SPF қалдықтарын кетіруге көмектеседі. Ең танымал өнімдер ол Dr. Circle'дың гидрофильный маслосы және Ануаныкі. Мен сіздерге соны қолдануға рекомендация беремін. Екіншісі ол жууға арналған көбік. Ол бетіңіздегі қалған гидрофильді майды, кірлерді және макияжды кетіруге көмектеседі. Сіздерге беретін рекомендациям Dr. Circle'дың зеленый чайынан жасалған пенка және центелланың пенкасын сіздерге рекомендация беремін. Үшіншісі ол скраб немесе пилинг. Ол бетіңіздегі өлі жасушаларды жояды. Мен сіздерге беретін рекомендациям ол The Ordinary'дің кровавый пилингі. Және бізде төртіншісі ол тонер. Тонер бетті жуғаннан кейін pH-ті қалпына келтіріп және келесі уходқа оның теріні жақсы дайындайды. Менің беретін сізге рекомендациям Ануаның тыныштандыратын тонері. Бесінші ол сарысулар. Сарысулар сіздің бетіңіздегі пигментацияларды кетіруге көмектеседі және сіздің бетіңіздегі теріңізді жылтырлатады. 6 мен 7 олар эмульсия мен эссенциялар. 8 ол бетке арналған крем. Ол теріге ылғалды сіңіртіріп, күтімді аяқтайды. 9 ол SPF. SPF біздің терімізді күннен қартаюдан және пигментациялар түсуден қорғайды. Жақсы нұсқалар Roundlab'дың және Beauty of Chusonның SPF-тері. Ең соңғы күтіміміз ол маскалар. Маскалар сіздің бетіңізге қосымша ылғал береді. Сіз оны аптасына 2-3 рет қолдансаңыз жеткілікті. Корей косметикасы жай ғана тренд емес. Ол шыны мәнінде жұмыс істейтін күтімдер. Ең бастысы сіз өзіңіздің теріңізге қажетті және керекті күтімді таңдауыңыз қажет. Бұл эпизодты тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар!